Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі қытырлақ баклажанды ұнатпайтын адамдарды да өзгене тартатын баклажанды роллы дайындайтын боламыз. Маңызды жерлерін өткізіп алмау үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоның дауысын шығарып мұқият тыңдаңыздар. Осындай керемет рецептерді іздесеңіз, міндетті түрде менің каналыма жазылып алыңыз. Мұнда қажетті ингредиенттердің барлығын жазып қойдым. Ең алдымен баклажанымызды осылай кесіп аламыз. Бас жағын алып тастаймыз. Осындай қалыңдықта болу қажет. Үстінен батқанша су қойып, бір үлкен ас қасықта тұз қосып араластырып бетін жауып қоямыз жарты сағатқа. Оған дейін осылай біз баклажанымыздың салмасына керекті заттарды турап аламыз. Майонезімізді ыдысқа салып, үстінен чеснок және укроп турап қосамыз. Ал енді осылай екі тарелкаға жұмыртқа және сухаримізді салып аламыз. Міндетті түрде табатын болсаңыздар, осы каниширо сухарисін немесе жай ғана сухариді қолдануға да болады. Міне баклажандарымыз дайын, суын төгіп аламыз. Бірінші жұмыртқаға, одан кейін сухариге малып аламыз. Қыздырылған табада орташа отта екі жағын қызартып қуырамыз. Енді осылай қуырылған баклажанымыздың әдемі жағын сыртына қаратып, ішіне майонезді жағамыз бірінші. Одан кейін туралған помидорымызды және де болгарскийді қойып, үстінен салат жапырағын қоямыз. Және де осылай ораймыз. Және де оралғандағы соңғы жағын астына қаратып қоямыз тарелкаға. Баклажандарымыз өте қытырлақ болып шығады. Көрдіңіздер ме? Даже істеген кезде дауысы естіліп тұр, қандай хруст.
Міндетті түрде жасап көріңіздер, кез келген дастарханның шырайын ашатыны сөзсіз. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Лайк басып, комментария жаза кетіңіздер.